Мұхаммедкәрім Айсұлтанның мамасымын. Атым Танакөз. Екеуміздің де мінезімізде сабырлық, төзімділік. Жақсы, рахмет. Мен Тұрхан Аярудың мамасымын. Өзім атым Айнұр. Енді біз шустребіз енді табыстық. Мен Рақып Русланмын. Базарбек Қарғаштың әкесімін. Қыздың Любовь. Мен Заятбек Рамизгүл, Сымбат Алдиярның мамасымын. Екеуміз енді спокойный. Сабырлы, е? Жақсы. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Жуанай ұзақтасындармен мен Феркелардың мамасымын. Екеуміз де айтқанымыздан қайтамыз. Жақсы. Мен Абылқаш Сандуғаш, Алтынбек Байұлының мамасымын. Біз биге жақынбыз, жейшіміз. Өте жақсы. Мен Ораз Зайра, Сезбек қызы, Шериза Черханың анасымын. Пысықтығымыз ұқсас. Жақсы. Мен Найзерке, Алиханның мамасымын. Екеумізді білмеймін, ұқсастық жоқ деп ойлаймын. Шестріге басқа жағына. Сәлеметсіздер ме? Мен Есентаева Айзеренің мамасымын. Атым Жансая. Кажется, біз центром внимания жақсы көреміз екен. Кеш жарық, Сансызбай Ануардың мамасымын. Есімім Динара болады. Мейірімділік, жанашырлық басым екеумізде. Жақсы, рахмет. Мен Назира, Қайраш Қарақаттың мамасы. Бізде қызығушылық, кітап оқитынымыз бар. Балаңыз болашақта кім болғысы келеді? Болашақта дизайнер болғысы келеді, дизайнер одежды болғысы келеді. Балаңызды көбіне қалай атайсыз? Баламды көбінесе атымен атаймын. Барлық баламды еркелетем, бірақ атымен атаймын. Балаңызбен қаншалықты бірге уақыт өткізесіз? Біз жиі уақыт өткіземіз бірге, және көбінесе өзіміз сапалы уақыт өткіземіз деп ойлаймын. Балаңыздың қызығушылығы қандай? Қызым шет тілдеріне қызығады, әсіресе ағылшын тіліне, саяхаттағаны және сурет салғаны. Жақсы, рахмет. Феркелардың анасымын. Балаңыздың достары кім екенін білесіз бе? Иә, білемін. Достары көп. Дәулет, Алдияр, Жамбыл, Айдар, Оспас, Алихан, Айсұлтан, Ануарбек, Алдияр, Алихан. Жақсы, досы көп екен. Тағы да жаңадан келген баланың аты. Шерхан. Шерхан, иә. Одан кейін балаңыз болашақта кім болғысы келеді? Балаңыз футболист болғысы келеді. Ерканоя, Еркенай деймін, красавчик деймін. Жақсы. Балаңызбен қаншалықты бірге жүрсіз? Бірге жүреміз, әңгімелесеміз, жүре береміз. Дұрыс. Мені көп айтамыз. Балаңыздың қызығушылығы футбол қызығушылығы. Жақсы, өте жақсы. Келесі Қарақаттың мамасы. Балаңыздың достары кім екенін білесіздер. Қарлығаш, Саида, екі аяғы бар. Сосын балаңыз болашақта кім болғысы келеді. Енді біресе дәрігер дейміз, біресе мұғалім дейміз, әлі өзгереміз. Балаңызды көбіне қалай атайсыз дейді. Қарақатым дейміз, қақат дейміз дейді. Балаңызбен қаншалықты уақыт өткізесіз? Не оны көбірек өткізуге тырысамын. Балаңыздың қызығушылығы қандай? Кітап оқу, домбыраға қызығады, және де музыка тыңдау. Жақсы, өте жақсы. Тағы? Ал мен айтайын. Мен өзім атым Айнұр, Аярудың мамасымын. Балаңыздың достары кім екенін білесіздер. Қарақат пен Қарашаш дейді. Балаңызбен қаншалықты бірге уақыт өткізесіз дейді. Енді күнделікті өткізетін уақытта. Балаңыздың болашағы кім болғысы келеді? Блогерші боламын дейді. Балаңыздың көбіне қалай айтасыз? Ачөнай деп айтамын. Балаңыздың қызығушылығы қандай? Өлең айтуды ұнатады, билеуді ұнатады. Жақсы. Келесі Айсұлтанның анасымын. Балаңыздың достары кім деген сұраққа енді өзім жиі айтатын достар солар бар, Алихан деп айтады. Балаңызбен қаншалықты бірге уақыт өткізесіз? Баламмен енді күнделікті уақыт өткіземіз, бірақ демалыс күндері сабақтан кейін әңгімелесеміз. Балаңыз болашақта кім болғысы келеді? Енді дене шынықтыру мұғалімі болғым келеді деп өзі айтады. Балаңызды көбіне қалай атайсыз? Апөнтай деп айтамын. Балаңыздың қызығушылығы қандай? Қызығушылығы енді әзірге күреске барады. жақсы.
Жақсы. Менің атым Сайра, енді балаңыздың достарыңыздан екенін білесіз ба дейді. Ортаға жаңадан келгендіктен балалардың атын толық айта алмай жатырмын. Бірақ енді жаңадан келсек те ортаға тез сіңіп, балалармен тез араласып кетті. Өзінен сұрап отырамын. Балаңыздың болашақта кім болғысы келеді? Қазіргі уақытта енді әртүрлі мамандықты айтады, өзі ананы, мынаны деп. Негізі нақты өзінің қызығушылығы, жаңағы күйші болсам, домбыра тартамын. Жақсы, өте жақсы. Балаңыздың қаншалықты бірге уақыт өткізесіз? Күнделікті кешкі сабақтан келген кезде сұрап, не болғанын барлығын біліп, бірге өткізуге тырысамыз. Демалыс күндері таңертеңнен кешке дейін сол қалай болғанын барлығын сұрап отырамын. Балаңызды қалай айтасыз? Шерханым, Шиколмайым, Капкарашкам деп айтаймыз. Қара болғандықтан. Балаңыздың қызығушылығы қандай? Интернеттен жаңағы әртүрлі қағаздардан, ағаштан жасалатын заттарға қызығып, соларды өзі жасап, ойып үйге жасайды. Әкесіне жаңағы кішкентай инструменттерді алғызып, соны өзі үйге мынандай. Күлия солай жасайды. Сондай қызығады өзі. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Алихан, Азиз, Жансұлтан, Ислам. Балаңыздың қаншалықты бірге уақыт өткізесіз? Сабақтан алып қайтқаннан бастап күнің қалай өтті, бота? Саяқ жүрсем, қасында жүреді. Саяғын жүріп көмектеседі, жанашырлық танытады. Екеуміз енді тығыз байланысамыз деп 100% айта аламын. Жақсы. Баланың болашақта кім болғысы? Әрине, как и кішкентай балалардың бәрі футболисті. Қазір қызығушылығы өте артты, сол жағын әрі қарай көреміз. Құлыншағым деймін, ақылдым деймін, ботам деймін. Содан кейін конструктормен көп қызығушылығы бар. Сосын әртүрлі пішіндер жасайды. Қатты кarbonкаларды бір-біріне қосып, тік-төртбұрыш жасайды, жаңағы квадратиктер өте көп. Қағазбен жұмысы көбірек. Жапсырын, орал, сондай. Жақсы, рахмет. Как айтып балаңыздың достары кімдер? Менің естуім бойынша ол еститін Найзере, Алихан, Қарақат, Аяр. Балаңыз қанша бірге уақыт өткізесіз? Мектептің алдында бастап мен өзім мұғаліммін. Уақыттың шектеуін сапожникке сатып беріп кешіресіздер. Бірақ мен жұма, сенбі, жексенбі оқып бізде. Оларды серуенге апарамын, міндетті түрде. Балмұздақ жегіземін, кинотеатрға апарамын. Енді шамам келгенше енді. Балаңыз болашақта кім болғысы келеді? Дәрігерге құлшылығы бар. Ол кропотливый работа дейді ғой, шұғылға жұмыс жақсы көреді. Қызығушылығы неге дейді? Сурет салады. Ол осындайда алмазный живопись бар ғой, бастарды. Бізде қабырғаның бәрі толық. Соны енді қырғын ашықтады, бірақ сонда да балаларымыздың қызығушылығы үшін алып. Сурет салған өте жақсы көреді. Деймін ол жағынан. Балаңызды көбінесе қалай еркетесіз? Еркетай, өз еркежан болғаннан кейін еркетотайын деймін балапаным. Жақсы, рахмет. Қарақат, бәрін айтады енді көбіне. Болашақта актриса, әнші болғысы келеді, блогерлік шынында көше блогер болғысын келеді. Дочам, бұл балапаным, ботам деп еркелетем. Енді күнделікті жұмыста болғанда, конечно, кешкісін и демалыс күндерде балалармен өткізуге тырысамыз. Қызығушылығы әнші, сол өзі әнші болғысы келіп актриса, одан кейін моншақтардан сақина, сондай жақсы көреді. Бисерлермен жұмыс істейді, сурет салған жақсы көреді, саяхаттауды жақсы көреді. Неше қандай құра беретін тәңгіз қылады. Жақсы.